Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Балалық шаққа саяхаттаудан бастайықшы Болат аға. Мен Ушконор тауында өстім. Өзіміз мына тұрған 1960 жылы школға барғанда сол таудан. Оған дейін тауда өстіңіз? Тауда өстім бірінші классқа дейін. Онда 8 жаста бардық қой школға. Ушконордан төмен таудан түскенде мен орысты көрген жоқпын вообще. Ол жақта екі орыс болған, Варченко и Лепшин деген. Шаштары қап-қара, қазақша сөйлейтін. Мен ойлағам өзіміз сықылды екен ғой деп. Мына осы Шамалған ауылына келгенде сонда бірінші көрдім орыстарды мен. Шаштары сап-сары, көздері көкпек, оларды көріп мен қашатынмын мен үйге қорқып. Баяғыда балаларды орыс келе жатыр деп қорқытушы. Иә, мен де сол. Солай болды. Енді ата мен әженің құшағында өсіп келдіңіз. Ол кісілерді өмірден жоғалту да сізге оңай болмаған шығар. Қиын болды. Мен оларды өте жақсы көрдім. Шыны керек. Олай туған баласын өйтіп ешкім еркелеткен жоқ қой деп ойлаймын әлі дейін. Көргем де жоқ, естігем де жоқ. Жалпы әкеміз бен анамызды біз халыққа кеңірек таныстырайықшы, ол кісілер қандай адамдар еді? Суық салмасы болатын, әкемде де, шешемде де. Өте қалжыңбас кісілер болатын. Достармен өте қатты әзілдесетін. Ол есімде бәрі. Өзіңіздің қалжыңқойлығыңыз сол әке анаңызға тартқан екен ғой? Солай деп ойлаймын. Әзілді жақсы айтып қоясыз, елдің көңілін көтеріп отырасыз. Әзілді өте жақсы көремін. Қалжыңды, әзілді. Әлі күнге дейін сол достармен бірге отырсақ, әзілдеп, қалжыңдап, бәрін көңілін көтеріп отырамын.